Әлемде бір отбасының мазасын алмау үшін түнде жұмысын тоқтататын әуежай бар. Бұл аэропорт Жапонияда орналасқан. Қызық болса әрі қарай тыңдаңыз. Жапониядағы Нарита әуежайының жұмыс істеп тұрғанына 50 жылға жуықтады. Бірақ осы алып әуежайдың дәл іргесінде кішкентай ғана бір үй әлі күнге дейін өз орнын сақтап тұр. Бұл үйдің иелері қарапайым шаруалар. Әуежай салынар кезде мемлекет сол маңдағы жерлерді сатып алып, халықты басқа жаққа көшіреді. Көпшілігі келісіп, өтемақысын алып кетеді. Бірақ бір отбасы ғана жерімізді бермейміз деп табандап тұрып алады. Қанша ақша ұсынса да, тіпті $2 миллион бермек болса да, олар райынан қайтпайды. Содан бері жарты ғасыр өтті. Әуежай сол үйдің айналасында жұмыс істеуге мәжбүр. Тіпті әлемдегі сирек жағдайлардың бірі Нарита әуежайы түнгі 23:00-де жабылып, таңғы 6-да ғана қайта ашылады. Неге десеңіз, сол отбасының тыныштығын бұзбау керек. Ұшақтардың гуіліне, биліктің талай жылғы үгіт насихатына бұл отбасы әлде қашан үйреніп кеткен. Өздерінің шағын ғана бақшасында көкөніс өсіріп, қарапайым тіршілігін жалғастырып келеді. Бұл жай ғана қыңырлық емес. Бұл адамның өз жеріне, өз таңдауына деген құрметі. Ал мемлекет болса, қанша күшті болса да, сол бір отбасының шешімімен санасуға мәжбүр. Арбадағы бала осындай қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Парақшама жазылып, қолдау көрсетуіңізді өтінем.